Педагогика пәнінен тест сұрақтары. Дәстүрлі білім беретін орта мектеп қанша сатылы негізде құрылған? 3 сатылы негізде құрылған. Жалпы орта білім беру тәжірибесінде оқу жоспарының бір түрі типтік. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен 21 ғасыр қалай аталады? Ақпараттандыру ғасыры. 2016 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан электронды журнал күнделік KZ. Интерактивті әдіске жатпайтын қатарды белгілеңіз. Дәрістер. 12 жылдық білім беру жүйесінде оқушылар мамандық алып шығады. Бұрыс. Репродуктивті әдіс дегеніміз не? Білімін практикада қолдану. Білу. Әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі қағидасы. Білім беруді нәтижеге бағдарлау. E-learning оқыту жүйесі қай жылдан бастап іске асырылып келеді? 2010 жылдан бастап. Дидактикалық қабілет дегеніміз не? Оқу тәрбие үрдісін тиімді құра білу. 12 жылдық оқу мерзіміне ауысу қажеттіліктерін айқындайтын факторға жатпайтын қатар. Оқушылардың демалыстарын арттыру. Зерттеу еңбектерінде оқушылардың оқу танымдық іс-әрекетті белсенділігін көтеру туралы пікірлер айтқан ғалым. Шукина. Берілген сұраққа кез келген оқушы жауап бере алатын әдіс қалай аталады? Миға шабуыл. Мектептің оқу жоспарының қанша түрі болады? 2. Дидактикалық даярлық дегеніміз не? Педагогикалық қызметке деген ынта. Осымен бүгінгі біздің тестіміз аяқталды. Біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.